Қайырлы күн, құрметті студенттер. Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығы пәнінен бүгінгі өтетін тақырыбымыз бірінші тақырып, екінші дәріс. Бұл дәріс барысында біз келесі сұрақтарды қарастыратын боламыз. Қылмыстық заң ұғымы және оның белгілері, қылмыстық заңның құрылымы, қылмыстық заңның кеңістікте қолданылуы, қылмыстық заңның уақыт бойынша қолданылуы, қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарды беру. Қылмыстық заң бұл Қазақстан Республикасының жоғары заң шығарушы органы қабылдаған қылмыстық жауапкершіліктің негіздері мен шарттарын бекітетін адам, қоғам және мемлекет үшін қауіпті іс-әрекеттердің қайсысы қылмыстық құқық бұзушылықтар болып танылатын және бұлар үшін жазалардың және қылмыстық құқықтық сипаттағы өзге де шаралардың қандай түрлері қолданылатынын айқындайтын нормативтік құқықтық акт. Қылмыстық заңның белгілері. Қылмыстық заңды Қазақстан Республикасының жоғары мемлекеттік билік органдары Конституциямен қатар регламенттелетін рәсім бойынша қабылдайды. Қылмыстық заң кодекстердің заңдық күшіне ие. Заңдық күш нормативтік құқықтық актінің әрекет ету, заңдық салдарды танымдату қасиетін білдіреді. Қылмыстық заңның келесі белгісі нормативтілік. Қылмыстық заң қайсы бір текте оқиғаларына айқындалмаған саны мен субъектілердің айқындалмаған шеңберіне арналған адамдардың жалпыға міндетті мінез-құлық қағидаларын, яғни құқық нормаларын қамтиды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі Қазақстан Республикасының Конституциясына және халықаралық құқықтық жалпы жұрт таныған қағидалары мен нормаларына негізделеді. Қазақстан Республикасының барлық аумағында тікелей қолданылады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі мен Қазақстан Республикасының Конституциясы нормаларының арасында қайшылықтар болған жағдайда Конституцияның ережелері қолданылады. Қылмыстық кодекстің нормалары конституциялық емес деп танылса, оның ішінде Қазақстан Республикасының Конституциясымен бекітілген адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіреді деп танылса, заңдық күшін жоғалтады және қолданылмайды. Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесінің және жоғарғы сотының нормативтік қаулылары Қазақстан Республикасы қылмыстық заңнамасының құрамдас бөлігі болып табылады. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың қылмыстық кодекстің алдында басымдығы бар. 2014 жылы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің бірінші бабында заң шығарушы 1997 жылғы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің бірінші бабында болған тек қана сөзінен бас тартып, қылмыстық құқықтың бірден-бір қайнар көзі қылмыстық кодекс болып табылатынын көрсете отырып, бұдан әрі Конституцияның нормаларын және Қазақстан Республикасының Конституциялық кеңесінің және жоғарғы сотының нормативтік қаулыларын, сондай-ақ халықаралық шарттарды атайды. Қылмыстық заңның құрылымы жалпы және ерекше бөлімнен тұрады. Жалпы бөлім 7 бөлімшеге жіктеледі. Қылмыстық заң, қылмыстық құқық бұзушылықтар, жаза тағайындау, қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату, кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы, медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары, өзге де қылмыстық құқықтық ықпал ету шаралары. Ерекше бөлім 18 тараудан тұрады. Ерекше бөлімде ең бірінші тарау жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар, одан әрі отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар, адамның және азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар, бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар, мемлекеттің конституциялық құрылысының негіздеріне және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар, меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар, ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар, экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар, коммерциялық және өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар, қоғамдық қауіпсіздік және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар, халық денсаулығына және имандылыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар, медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар, экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар, көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтар, мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар, басқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар, сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне, конституциялық іс жүргізуге қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар, әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар. Жалпы бөлімнің бөлімшелері де ерекше бөлімнің тараулары да баптардан тұрады. Олардың нөмірленуі бүкіл кодекс бойынша бірыңғай орналасқан. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодекстерінің баптарында көпшілігі бөліктерге бөлінген. Бөліктер бір-бірінен абзацтар және цифрлар арқылы ажыратылады. Кодекс баптарының бөліктері жақшалы цифрлармен белгіленген. Тармақтар арқылы саралаушы, ерекше саралаушы белгілерді ажыратып көрсетеді. Бірінші кезекте негізгі құрам, одан кейін саралаушы, ерекше саралаушы белгілері бар бөліктер тізбектеледі.
Бөлік нөмірі айтқан сайын баптың санкциялары біртіндеп қатая береді. Қылмыстық құқық норма гипотезадан, диспозициядан және санкциядан құралады. Гипотеза құқықтық норманы қолдану шарттарын айқындайды. Ерекше бөлімнің баптарында баяндалған мән-жайларды есепке алудан басқа, гипотеза қылмыстық кодекстің жалпы бөлімінің ережелерінде қамтылады. Диспозиция ол үшін жаза белгіленген қылмыстық құқық бұзушылықтар жасалғанын білдіретін әрекеттің белгілерін атайды немесе көрсетеді. Негізінен қылмыстық заңда диспозицияның 4 түрін қарастырамыз: қарапайым, сипаттаушы, сілтемелі және бланкетті. Санкция деп қылмыстық құқық норманың жаза түрі мен мөлшерін айқындайтын бөлігі. Санкциялар абсолютті айқындалған, салыстырмалы айқындалған және баламалы санкциялар болып бөлінеді. Қылмыстық заңның кеңістікте қолданылуы дегеніміз, оны қылмыстық қудалау және сот төрелігі органдарының нақты мемлекеттік аумақта іс жүзінде қолдануын айтамыз. Мемлекетіміздің аумағы 2013 жылғы 16 қаңтарда Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы туралы Қазақстан Республикасының заңымен айқындалған. Мемлекеттік шекараға аумақтық шегі анықталған құрлық, су, жер қойнауы және әуе кеңістіктері жатады. Заңның кеңістікте қолданылуы төмендегі қағидаттармен айқындалады. Аумақтық қағидаты: заңның кеңістікте қолданылуы қандай да бір әрекеттің қылмыс жасаған жер аумағына тиесілі мемлекеттің заңы бойынша сараланатынын білдіреді. Бұдан әрі экстерриториялық қағидаты: одан, яғни шет мемлекеттердің дипломатиялық өкілдерінің және иммунитетті пайдаланатын өзге де азаматтардың қылмыстық жауапкершілігі туралы мәселені осы адамдар Қазақстан Республикасының аумағында қылмыстық құқық бұзушылық жасаған жағдайда халықаралық құқықтық нормаларына сәйкес шешілетіндігін айтылады. Әмбебаптық қағидаты: Қазақстан Республикасының қылмысқа қарсы күрес саласындағы халықаралық құқықтық міндеттемелерінен туындайды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 8 бабы 1 бөлігі 2 абзацында көрсетілгендей, кодекстің ережелері егер Қазақстан Республикасының халықаралық шартында өзгеше белгіленбесе, террористік немесе экстремистік қылмыс не бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыс жасалған жағдайда, не Қазақстан Республикасының өмірлік маңызы бар мүдделеріне өзге де ауыр зиян келтірген үшін қылмыстың жасалған жеріне қарамастан Қазақстан Республикасының азаматтарына Қазақстан Республикасы аумағында тұрақты тұратын азаматтық адамдарға қатысты қолданылады. Азаматтық қағидаты: Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған Қазақстан Республикасының азаматтары, егер олар жасаған іс-әрекет аумағында сол іс-әрекет жасалған мемлекетте қылмыстық жазаланады деп танылса, және егер сол адамдар басқа мемлекетте сотталмаған болса, қылмыстық кодекс бойынша қылмыстық жауапкершілікке жатады. Шынайылық қағидаты: мемлекеттің шегінен тысқарыда жасалса да, осы мемлекеттің мүдделеріне қол соғатын қылмыстары үшін шетелдік азаматтарға мемлекет өзінің қылмыстық заңының күшін қолданатындығын білдіреді. Қамқорлық жасау қағидаты: шетелдіктердің белгілі бір санаттарына олардың болған жерлерінде қылмыстық заңдардың күші жүрмейтінін және жасалатын қылмыстық құқық бұзушылықтары үшін олардың өздері азаматтары болып табылатын мемлекеттің заңдары бойынша жауап беретіндігін білдіреді. Қылмыстық заңның уақыт бойынша қолданылуы, яғни іс-әрекеттің қылмыстылығы мен жазаланушылығы сол іс-әрекет жасаған уақытта қолданылса, болған заңмен айқындалады. Қоғамға қауіпті әрекет немесе әрекетсіздік жүзеге асырылған уақыт зардаптардың туындаған уақытына қарамастан қылмыстық құқық бұзушылық жасаған уақыт деп танылады. Қылмыстық құқық бұзушылықтың уақытының ішінде созылмалы және жалғаспалы құқық бұзушылық деп танылуы бар. Яғни бұл жерде созылмалы қылмыс немесе қылмыстық теріс қылықтар құрамды үздіксіз жүзеге асырумен сипатталады. Айыбын мойындап келу, қылмыскерді ұстау немесе кінәлі адам орындаудан жалтарған міндеттемелерді жою күнін олардың жасалу уақыт деп есептелу керек. Бірқатар бірдей іс-әрекеттерден тұратын бірыңғай қасақаналықпен және мақсатпен қамтылатын және тұтастай алғанда бір қылмыстық құқық бұзушылықты түзетін қылмыстық құқық бұзушылық жалғаспалы құқық бұзушылық деп танылады. Қылмыстық заңның кері күші: іс-әрекеттің қылмыстылығын немесе жазаланушылығын жоятын, қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамның жауаптылығын немесе жазасын жеңілдететін, немесе жағдайын өзге де түрде жақсартатын заңның кері күші болады. Яғни осындай заң қолданысқа енгізілгенге дейін тиісті іс-әрекет жасаған адамдарға, оның ішінде жазасын өтеп жүрген немесе жазасын өтеген, бірақ сотталғандығы бар адамдарға қолданылады.
Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының өзінің 2016 жылы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 6 бабын қолдану жөніндегі сот практикасы туралы нөмір 15 нормативтік қаулысында әрекеттің қылмыстылығын немесе жазаланушылығын жоятын заң деп қылмыстық әрекеттер қатарынан жеке бұрын қылмыстық құқық бұзушылық деп танылған іс әрекетті алып тастайтын заңды танылады деп түсіндіреді. Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамды беру. Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамды беру дегеніміз осы адамдар өзінің аумағында жүрген бір мемлекеттің соның аумағында қылмыс жасалған не осындай адамдар оның азаматы болып табылатын екінші мемлекетке олардың сұрауы бойынша беру. Халықаралық практикаға сәйкес қылмыс жасаған адамды беру туралы талаптарды мемлекет мынандай шарттардың бірі болған кезде орындайды. Яғни қылмыс орнының аумағында жасалса, осы адамға қатысты сот үкімін орындау қажет болса, қылмыс оның аумағында жасалмаса, бірақ осы мемлекеттің мүддесіне қарсы бағытталса, қылмыс жасаған адам осы мемлекеттің азаматы болса. Қылмыс жасаған адамды беруге мынадай кедергілер болуы мүмкін. Бірінші, азаматтық, яғни өз азаматтарын әрбір мемлекет бермейді. Екіншіден, саяси уәждер, оларға қатысты саяси баспана институты қолданылуы мүмкін. Саяси қылмыскерлер берілмейді. Үшіншіден, аумақтық қағидат, егер беру талап етілетін отырған қылмыс сұрау салынатын мемлекет аумағында жасалса, қылмыс жасаған адамды беруден бас тартылуы мүмкін. Төртіншіден, қылмыстық процестік, яғни егер адамға қатысты сұрау салынатын тарап аумағында бойынша іс жүргізуді тоқтату туралы заңды күшіне енген үкім не қаулы шығарылса, қылмыс жасаған адамды беруден бас тартуы мүмкін. Бесіншіден, енді қылмыстық құқықтық, егер сұрау салынатын тараптың қылмыстық заңнамасы бойынша ескіру мерзімі өтіп кетуі, немесе өзге де заңдық негіз салдарынан қылмыстық қудалау мүмкін болмаса, қылмыс жасаған адам берілмейді. Үкімді орындау үшін беру мынандай әрекеттер үшін жүргізілетін ескеру маңызды. Олар екі мемлекеттің де заңнамасына сәйкес жазаланушы болып табылуы керек. Екіншіден, сотталушыға бас бостандығынан айыру түрінде жаза тағайындалуына әкеп соғу керек. Назарларыңызға рахмет.